Баршаңызға қайырлы күн достар. Кептірілген жемістердің пайдасы мен зияны. Жалпы кептірілген жемістер ол ежелден бері жыл бойы сақталатын витаминдер мен минералдардың көзі ретінде қолданылған. 1000 жылдан астам уақыт бұрын кептірілген өрікті тұтынған парсы және де араб мәдениеттері туралы жазбалар да бар. Кептірілген жемістер бүкіл әлемде сөзсіз танымал. Жемістерді кептіру үшін әртүрлі әдістер қолданылады. Ең көне әдістердің бірі ылғалдың біркелкі булануын қамтамасыз ету үшін жемісті күн сәулесіне шығару және оны мезгіл-мезгіл айналдыру. Пісіру кептіру процесін жылдамдатады, бірақ мұқият болмасаңыз жемісті оңай күйдіріп жіберуі мүмкін. Заманауи әдіс тағамды сусыздандыру құралын пайдалану. Кептіру әдісінің қайсысы қолданылса да, алынған өнім берік ыдырауға төзімді және де өте дәмді болады. Құрғақ жемістер бұл кептіру әдістерімен судың барлығы дерлік жойылатын жеміс түрі. Бұл процесте жеміс жиырылады, энергия жағынан аз мөлшерде құрғақ жеміс қалады. Кептірілген жемістер ең көп таралған түрлері құрма, қара өрік, інжір және де өрік. Кептірілген жемістердің қантты сорттары да бар, оларға манго, ананас, мүкжидек, банан және де алма кіреді. Кептірілген жемістер жаңа піскен жемістерге қарағанда әлдеқайда ұзағырақ сақталады және әсіресе тоңазытқышсыз ұзақ сапарларда ыңғайлы тағамдар болуы мүмкін. Кептірілген жемістердің тағамдық құндылығы. Нарықта әртүрлі қоректік профильдері бар, кең ассортимент бар. Кептірілген жемістер қолжетімді, бір кесе аралас құрғақ жемістер, оның шамамен қоректік мазмұны келесідей. Калория 480, ақуыз 4 грамм, май 0 грамм, көмірсулар 112 грамм, талшық 8 грамм, қант 92 грамм. Жалпы кептірілген жемістерде ең көп таралған микроэлементтерге мыналар жатады. Дәрумені, С дәрумені, кальций, темір, калий. Кептірілген жемістер бұл өте қоректік. Кептірілген жемістердің бір бөлігінде жаңа піскен жемістермен бірдей қоректік заттар бар, бірақ әлде қайда аз мөлшерде шоғырланған. Құрғақ жемістер оның құрамында салмағы бойынша жаңа піскен жемістерден 3,5 есе көп талшық, витаминдер мен минералдар бар. Сондықтан бір порция витаминдер мен минералдардың, мысалы фолий қышқылының күнделікті ұсынылатын тұтынуының үлкен пайызын қамтамасыз ете алады. Дегенмен кейбір ерекшеліктер бар, мысалы жеміс кептірілген кезде С дәрумені мазмұны айтарлықтай төмендейді. Кептірілген жемістер ол әдетте көп талшықты қамтиды және антиоксиданттардың, әсіресе полифенолдардың көзі болып табылады. Полифенол антиоксиданттары қан айналымын жақсарту, ас қорытуды жақсарту, тотығу зақымын азайту және де көптеген аурулардың қаупі сияқты денсаулыққа пайдалы әсер ете алады. Кептірілген жемістердің қандай пайдасы бар? Құрғақ жемістер кептірілген жемістерді жейтін адамдар кептірілген жемістерді жемейтіндерге қарағанда көбірек тамақ тұтынатыны байқалады. Кептірілген жемістер ол сондай-ақ көптеген өсімдік қосылыстарының, соның ішінде күшті антиоксиданттардың жақсы көзі болып табылады. Кептірілген жемістердің бір-екеуіне тоқтала кетсек, жалпы жүзім кейбір аурулардың қаупін азайтады. Мес талшықтарға, калийге және әртүрлі сау өсімдік қосылыстарына толы. Оның төмен және орташа гликемиялық индекс мәні және төмен инсулин индексі бар. Бұл мес жегеннен кейін қандағы қанттың немесе инсулин деңгейінде үлкен секірістерге әкелмейтінін білдіреді. Зерттеулер келесі себептер бойынша мейізді жеуге болатынын көрсетеді. Қан қысымын төмендету, қандағы қантты бақылау, қабыну маркерлерін және қандағы холестеринді төмендету, қанықтылық сезімін қамтамасыз ету. Осы факторлардың барлығы екі типті қант диабеті мен жүрек ауруларының даму қаупінің төмендеуіне ықпал етеді. Қара өрік табиғи іш жүргізетін және жұқпалы ауруларды емдей алады. Кептірілген қара өрік бұл талшыққа, калийге, бета-каротинге, яғни А дәрумені және К витаминіне бай өте құнарлы тағам. Ол өзінің табиғи іш жүргізетін әсерімен танымал. Бұл оның құрамындағы талшықтардың жоғары болуына және кейбір жемістерде табиғи түрде кездесетін сорбит деп аталатын қант спиртіне байланысты.
Сонымен қатар өрік, жүрек ауруы мен қатерлі ісіктің алдын алуға жақсы көмектеседі. Кептірілген жемістердің зияны. Кептірілген жемістердің құрамында табиғи қант бар және калориясы жоғары. Сондықтан кептірілген жемістер оның құрамында глюкоза мен фруктозаны қоса алғанда калория мен қант өте жоғары. Фруктозаны көп жеу денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Бұған салмақтың өсуі, екі типті қант диабеті және жүрек ауруының қаупі кіреді. 30 граммның кішкене бөлігінде 84 калория толығымен дерлік қант бар. Кептірілген жемістер ол тәтті және энергияға бай болғандықтан, оны бірден көп мөлшерде жеу оңай. Бұл артық қант пен калорияны тұтынуға әкелуі мүмкін. Көптеген басқа тағамдар сияқты кептірілген жемістердің де жақсы жаман жағы бар. Құрғақ жемістерде талшық пен қоректік заттардың тұтынуын арттырып, денеге қажетті антиоксиданттардың көп мөлшерін қамтамасыз ете алады. Дегенмен олар қант пен калорияда жоғары және шамадан тыс жеу денсаулыққа байланысты кейбір проблемаларды тудыруы мүмкін. Сондықтан кептірілген жемістерді аз мөлшерде жеген дұрыс.